Сәлем достар, құрбан айт туралы қысқаша түсінік. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мұсылмандардың ұлық мерекелерінің бірі құрбан айт. 3 күнге созылатын мейрам жыл сайын хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызында, яғни Арафа күннен кейін және ораза айт мейрамынан 70 күн өткеннен кейін басталады. Ұлық мейрамды ресми мемлекеттік деңгейде атап өтуге қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін ғана мүмкін болды. Жағдайы жеткендердің бәрі құрбан шалса, оның еті тұрмысы төмендерге таратылса, халқымыз арасында ауызбіршілік пен сыйластық та артқан үстіне арта береді. Айт келгенде әр отбасында қуанбайтын, шаттанбайтын кісі қалмауы ләзім. Бесіктегі баладан төрдегі ересектерге дейін барша отандастарымызды айт мейрамын жыл сайын сағына күтетін деңгейге жеткізуге тиіспіз. Балаларға арнайы ойыншықтар мен сыйлықтар таратуды ұйымдастырсақ, бұл мереке олардың да сағына күтетін мейрамына айналары анық. Жақын жұраттарымызға да сый-сияпат тарту таралғаны дәл осы айт күндерінде көбірек жасауды әдетімізге айналдырған дұрыс. Сонда жердегілер осында илляхи мерекені тойлап, мәз-мәйрам болып жатқанда, көктегі періштелер де мұсылман жұртшылығының бірлік ынтымағына тілектес болатыны сөзсіз. Енді құрбан айт мерекесінің мән-маңызына және оның дұрыс атап өту жөн-жосығына тоқталсақ. Жалпы ислам дініндегі мейрамдардың барлығы мұсылман қауымын ғана емес, сонымен бірге адамзаттың дүйім жұртын татулық пен бірлікке, сыйластық пен ауызбірлікке, кешірімге шақыратыны белгілі. Олай болса, құрбан айт мерекесі де адамдардың бір-біріне ізгі ниеттер тілеп, бір-бірінің көңіл күйін көтеріп, ренжітіп алған кездер болса, кешірім жасасатын күн. Қасиетті Құран кәрім және ислам тарихы бойынша бұл мереке мен оның шежіресі сонау адамзаттың атасы Адам ата, оған Алланың сәлемі болсын, және дәстүрлі діндердің түп атасы Ибрахим, оған Алланың сәлемі болсын, және оның ұлы Исмаил, оған Алланың сәлемі болсын, пайғамбарлармен тығыз байланысты. Құрбан араб тілінде жақындау, яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы шарттарымен санаса отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздау дегенге саяды. Хадистерде жылдың ең қадірлі күні құрбан айттың алғашқы күні екендігі айтылған. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын бұл жайында. Адам баласы құрбан айт күні қан шығарудан басқа абзал амал арқылы Алла тағалаға жақын болған емес. Құрбандық ретінде шалған малы қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай тұрып, Алла тағаланың құзырында ерекше жоғары дәрежеге жетеді. Сондықтан да шын жүректен әрі ризашылықпен құрбандарыңды шалыңдар деп құрбандық шалудың қаншалықты жауапты әрі сауапты екенін шегелеп айтқан. Мұсылмандар құрбан айт мерекесін қалай атап өтеді? Мейрамның алғашқы күні жақсылап ғұсыл құйынғаннан кейін әдемі таза киімдерін киіп, үстіне хош иіс сеуіп, мешітке айт намазына барады. Қажылық өтеушілер қағбаға жүзін қаратып дұға оқиды. Бақилық болған жақын жұрағаттарына арнап Құран бағыштайды. Құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздың алдында ештеңе жемеу абзал. Айт намазы оқылғаннан кейін Алла разылығы үшін мал шалынып, ақ түйенің қарны жарылады. Көрші қолаң, туыс-туғанды қыдырыстап, айт құтты болсын деп айтысады. Айт күндері мейлінше көтеріңкі көңіл күйде, кешірімді болуға тырысу керек. Ренжіскен кісілер қайта табысып, айт күндері татуласқан жөн. Ауырып жатқан кісілердің көңілін сұрап, арнайы бас сұғу, жетім жесір мен мұң-мұқтаждарға қол ұшын беріп, оларға да айттың қуанышын сездіре өте сауапты істерге жатады. Бұған қоса әке-шешесіне, отбасындағы жандарға, көрші қолаң, жора жолдастарына мүмкіндігінше кішігірім болса да сәлем сауқат, сый-сияпат жасап, айт мейрамын ерекше өткізуге де болады. Осылай бүтін мұсылман баласы адамдарды бір-бірінен алыстатпай, қайта жақындата түсуді насихаттайтын хақ дін, ислам діні мен пайғамбарлардың ісін қайта жаңғыртады. Құрбандық шалу. Бұл күні шариғат бойынша барша мұсылмандарға ортақ ғибадат құрбандық шалынады. Құрбандық деп құрбан айт күнінде ғибадат ниетімен шалынатын малды айтады. Сондықтан бұл құрбандық шалу мерекесі, яғни құрбан айт деп аталады. Құрбан айт күндері шалынатын мал ұдхия деп аталады. Құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не екенін, құлшылықтың не үшін жасалатын жақсы білген жөн. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы,
басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады. Алайда кез келген мал құрбандыққа жарай бермейді. Құрбандық ретінде шалынатын малдың ерекшеліктері мынадай болу қажет. Бірінші, құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе секілді малдар жарамды. Ал үйрек, қаз, тауық, түйе тауық, елік секілді және тағы басқа да аң құстар құрбандыққа жарамсыз. Бұларды құрбандық ретінде шалу харамға жақын мәкрух болып табылады. Өйткені мұнда отқа табынушылардың нышаны бар. Екінші, құрбандыққа жарайтын қой мен ешкі ең кемі 1 жасар болуы қажет. Дегенмен 6 айлық қозы 1 жасар қой секілді ірі, қоңды болса, ол құрбандыққа жарамды. Ал ешкі міндетті түрде 1 жасқа, сиыр 2 жасқа, түйе 5 жасқа толған болуы қажет. Үшінші, құрбандық малдың дені сау, еті де және дене мүшелері түгел болуы керек. Сонымен қатар оның бойында малды құрбандыққа жарамсыз ететін кемшіліктер болмауы тиіс. Атап айтқанда 2 немесе 1 көзінің соқыр болуы, бауыздалатын жерге өздігінен жүріп бара алмайтындай әлсіз, көтерем болуы, 2 құлағының не бір құлағының басым бөлігі болмауы, тістері түгелдей немесе бір бөлігі түсіп қалған болса, қос мүйізі немесе бір мүйізі түбінен түсіп қалған болса, сондай-ақ желін ұшының түсіп қалуы, жетекке көнбейтін, үйірге қосуға жарамайтындай асау немесе ауру екендігі анық белгілі болса. Қой немесе ешкі іспетті ұсақ малды тек 1 адам ғана, ал түйе немесе сиыр секілді ірі қара малдарды 1 кісіден 7 адамға дейін бірігіп соя алады. Және біріккен кісілердің барлығының ниеті құрбандық құлшылығын өтеу мақсатында болуы керек. Егер де осы адамдардың ішінен біреу құрбандыққа тек етін алу ниетімен қолданса, барлығының да құрбандығы қабыл болмайды. Сонымен қатар құрбандық малды кез келген адамның дүниеден озған туысының немесе қадір тұтқан кісілердің құрбандық жасауға жағдайы жоқ адамдардың сауабына бағыштау рұқсат етіледі. Шариғат бойынша нисап мөлшеріндегі, яғни 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, бас бостандығы, ақыл есі бүтін, жол сапарда емес мұсылманға құрбан шалу уәжіп етілген. Ал құрбандық шалуға шамасы жоқ мұсылмандар ниеттері арқылы сауапқа жете алады. Хадистерде мұсылман баласының ниетінің тазалығына қарай сауабы беріледі. Оның ізгі ниеті амалынан қайырлы деп айтылған. Яғни қай істе болмасын, мұсылман баласын ниетін таза ұстауға шақырады. Сол себепті Раббым мүмкіндік нәсіп еткеніңде менің де құрбандық шалар едім деген ниетте болса, мейірімді Раббымыз оған да құрбандық шалған жанның сауабындай сауап береді деп жазылған. Құрбан шалуға жағдай жоқ кісілерге жасалған және бір жеңілдік ол айт күні жуынып шайынып тазалану. Себебі бұл тазалық оларға құрбандық шалғандай сауап әкеледі. Құрбандық шалу ғибадаты Алла тағала талап еткен белгіленген мезгілде және орнында жасалу шарт. Сондықтан құрбанның дұрыс болуы үшін діни тұрғыдан оның белгіленген уақытта бауыздалғаны жөн. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың 1-ші күні айт намазынан кейін басталып, айттың 3-ші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Жарықтандыру жүйесі нашар орындарда түрлі қателіктерге жол бермеу үшін түнде құрбандық шалу мәкрух болып саналады. Ал жарықтандыру мүмкіндігі жеткілікті жерлерде түнде де құрбандық шалына береді. Құрбан айтқа арнап сатып алынған мал айт күндері бауыздалмаса, малдың өзін садақа ретінде атау қажет. Үзір себептерге байланысты құрбан айт намазына бара алмай қалған адам намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбан шала беруіне болады. Құрбандық шалушы бай болсын, кедей болсын, өзінің құрбандығын етін жеуіне болады. Малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату мұстахаб саналады. Бір бөлігі туған туыстарына және бай болса да көршілеріне таратылады. Екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала шағасына тиесілі. Халық арасында қан шықса болды деген теріс ұғым қалыптасқан. Шариғат бойынша құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақ басы мен сүтін сату, не болмаса оларды құрбандық жасалған жерде лақтырып кету мәкрух саналады. Барынша ысырап жасамауға тырысып, құрбандықтың ішек қарына дейін пайдаға жаратуға тырысу керек. Ең абзалы малдың етінен бөлек мүшелерін сатып ақшаға мұқтаж жандарға беру. Айт күнгі ізгі ниеттеріңізбен шалған құрбандықтарыңызды Алла тағала қабыл етсін. Олық мереке мүбәрак болып, әр отбасыға бақыт, береке қонсын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.